Әкем рәмәтліктің жаман шапанның астында да жақсы адамдар болады деген сөзі әлі күнге дейін менің есімде да. Қатты қалып қалған. Біздің ауылымызда бір өзі арақ ішіп жүретін үлкен кісі болатын. Ол кісінің 7-8 баласы бар ма екен, есімде қалуынша. Бірақ біздің үйге келген кезде мен ол кісіні қатты қаламайтынмын. Өйткені арақ ішкен адамдарды біртүрлі ұнатпаймын. Сол кезде әкем айтқан, кісі келгенде әкем қатты сыйлайды ол кісіге, ойбай тамақ жөндеңдер дейді. Сол кезде оның сыртына қарап баға берме қызым. 7-8 келін алып, осындай бір енді келін алуда оңай емес қой, өйткені оған көп қалың мал керек болады. Сол 7-8 келін алып, пәленбай келін қыз ұзатқан. Оның да өзіне түрлі қасиеті бар деп айтқанда. Біз енді қазіргі кезеңде адамдарды бір сыртындағы киіміне қарап өлшейтін болдық қой. Бір адам керемет бір әдемі киім кие баса, болмаса қолына маркалы сумка ұстап, брендтен бір дүниелер тақап алса, мынау керемет күшті ғой дейміз да. Бірақ әмелиятта қарасаңыз, не бір білімді адамдар дана болған сайын, кемеңгерлікке жеткен сайын соншалықты қарапайым көрінгісі келеді екен да. Ішкі дүниесі, оның ішіндегі даналығы мүлдем басқаша болады екен. Жемісті ағаш иілгіш келеді дейді ғой. Адам сондықтан даналыққа жеткен сайын қарапайым, мейірімді, кішіпейіл болып келеді екен да. Ішіндегі білімі қаншалықты төмен болған сайын, адам надандасқан сайын тәкаппарлығы соншалықты оянады екен. Мен білем, сенің маған сөз айтуыңның керегі жоқ. Болмаса, мен күштімін деген бейнеге еніп қалады екен да. Қазақта 40-тың бірі қыздар деген сөз бар. Маңайымыздағы адамдарды елеусіз қалдырып, сен осалсың қазір, сен ешкім болмайсың, мен күштімін деуден дұрыс емес екендігін түсіндім. Ешкімнің алдына шығып келгенім жоқ. Ертеңгі күні мүмкін оның бағашылып кететін шығар. Ертеңгі күні оның басқалай жағынан қатты жолы болып кететін шығар. Мейлі өзі болсын, мейлі ұрпағы болсын. Сондықтан әрбір адамға сал қарап, сен осалсың, мен мықтымын, болмаса сен ешкім емессің деуден аулақ болған дұрыс екен деп ойладым. Өзімнің өмірден түйгенім, шын айтқанда бәріміз де ешкім емеспіз. Біз осы жер бетінде бір-бірімізбен сыйласуға келген пенделер ғанамыз екен.